Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздерге дайындалуы өте оңай таңғы асқа арналған идеялармен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Алдымен табамызға сұйық майды құйып, табамызды қыздырып, оның үстіне бір жұмыртқаны саламыз. Осы жұмыртқаның үстіне бірден лавашымызды саламыз. 2-3 минут өткеннен кейін табамыздан түсіреміз. Осы лавашты өздеріңіздің идеяларыңыз бойынша жинақтасаңыздар болады. Мен қияр, шұжық және де ірімшікті қолдандым. Дәл видеодағыдай біз конвертик жасайтын боламыз. Конвертиктерімізді қызып тұрған табаға екі жағын қызартып аламыз. Осымен біздің конвертиктеріміз дайын. Видеода көріп тұрғандарыңыздай дайындалуы өте тез және де оңай. Ал енді екінші түрімен бөлісетін боламын. Алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды салып, оның үстіне шым-шым тұз сеуіп, шанышқының көмегімен жақсылап араластырамыз. Қызып тұрған табамызға кішкене ғана май құйып, шұжық яғни колбасаларымызды орналастырып, оның үстіне осы жұмыртқаларымызды құямыз. Үстіне туралған қызанақтарымызды орналастырамыз және де бірден лавашымызды қоямыз, себебі жұмыртқа лавашқа жабысуы қажет. Үстінен жақсылап басамыз және де 2-3 минут өткеннен кейін келесі бетке аударамыз. Салмасы өз қалауларыңыз бойынша мен ірімшікті пайдаландым. Осылай екінші бетін аударып, тағы да 1-2 минутқа қалдырамыз. Осымен біздің екінші таңғы асымыз дайын. Дайындалуы өте тез әрі оңай. Тойымды тамақтардың бірі. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Алдағы уақытта көптеген пайдалы рецептермен бөлісетін боламын. Менің каналымды жоғалтып алмас үшін маған тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көп рахмет.